Хазірет Осман радиаллаху анхудың дәуірі 12 жылға тең болған болса, соның 6 жылы тыныштықпен сол бұрынғы халифалардың жалғасын тапты. Алайда соңғы 6 жылында мұсылмандар арасында, яғни көптеген адамдардың азғыруымен фитна пайда бола бастады. Өйткені Хазірет Осман радиаллаху анхудың дәуірінде көптеген басқа дін өкілдері, көптеген мемлекеттер ислам мемлекетінің қатарына кіріп, сол мұсылмандармен араласып, құрласып кеткен еді. Хазірет Осман радиаллаху анхуға кейбір бұрыннан басқа діннің өкілдері болған, немесе мұсылмандығы жаңа болған кісілер айыптаға бастады. Бұл таққан айыптардың біріншісі, Хазірет Осман радиаллаху анху өзінің туыстарын, ағайындарын үлкен қызметтерге, құзырлы органдарға орналастырды, басқа тайпалар мен руларды жақындатпай жатыр деген секілді мәселені қозғайды. Рас, Хазірет Осман радиаллаху анху дәуірінде Бәни Умейядан белгілі кісілердің үлкен қызметке орналасқандар рас. Ол жерде Хазірет Осман радиаллаху анхудың бар жақсы ниеті бар еді. Яғни, егер мен туысқандарымды бұндай жерлерге қойсам, маған жанашыр болады, маған көмекші болады, менің жұмыстарымды ары қаратай жақсы жүргізеді деген жақсы ниет еді. Алайда халық оны түсінбеді. Осылайша халық Хазірет Османға қарай қарсы шыға бастады. Тіпті Хазірет Осман радиаллаху анхудың өмірінің соңында көптеп Мысыр жақтан және жол жөнекей қосылып, мыңдаған адамдар Мадинаға келіп көтеріліс жасады. Тіпті Хазірет Осман радиаллаху анхуды үйінде отырғанда қоршауға алды. Осылайша Хазірет Осман радиаллаху анхуға шабуыл жасап, Хазірет Осман радиаллаху анхуды шәйіт етті. Хазірет Осман радиаллаху анху дүниеден өткен кезде бүлікшілердің күші әлі де мығым еді. Сахабалардың көпшілігі сыртта болғандықтан, немесе басқа жорықтарда болғандықтан Хазірет Османды радиаллаху анхуды лайықты түрде қорғауына аламаған еді. Осылайша үшінші халифа да бүлікшілердің қолынан қаза тапқан еді. Хазірет Осман радиаллаху анху дүниеден шәйіт болып өткеннен кейін сахабалар мұсылмандардың арасында дереу тез арада осындай бүлік кезде одан да ары ушықтырмай бір халифа тағайындау еді. Хазірет Али радиаллаху анхуға біріншіден тікелей халифа бол деп ұсынғанмен, ол бұндай қиын жағдайда халифа болуға әлбетте құлқы жоқ еді. Басқа сахабаларға қарай осылар болсын дегеніне қарамастан, сахабалардың таңдауы Хазірет Алиге түскен еді. Тіпті бүлікшілер тез арада халифа тағайындамасаңыздар, біз одан да артық лаң саламыз деген секілді қауіп қатер төнгізді. Сол кезде Хазірет Али радиаллаху анху халифалыққа тағайындалған болатын. Хазірет Али радиаллаху анху халифаға тағайындалғаннан кейін, ол Хазірет Осман радиаллаху анхуды өлтірген бүлікшілерді жазалауға тырысты. Алайда орталықта үлкен лаң мен фитна болғандықтан, кімнің нақты өлтіргендігі белгісіз еді. Және оларды ұстап жазалауға Хазірет Али радиаллаху анхудың қолында қауқар да жоқ еді. Бірақ соған қарамастан, көптеген сырттағы кісілер Хазірет Осман радиаллаху анхудың өшін алмады, тіпті солармен бірігіп кетті деп Хазіреті Али радиаллаху анхуға айыптаға бастады. Сол кездегі кейбір сахабалар Мадинадан шығып Меккеге барған еді. Меккеде қажылық парызын орындап жатқан Хазіреті Айша анамызға келіп жағдайдың барлығын баяндап білдірді. Сонда Хазіреті Айша анамыз Меккеден Хазіреті Османның өшін аламыз деп әскер жинап шықты. Соған сахабалар да қосылды. Осылайша Хазіреті Али радиаллаху анху Хазіреті Айша анамызбен бетпе-бет келді. Бірақ Хазіреті Айша анамызға Хазіреті Али жағдайдың барлығын түсіндіріп, мәселенің мән-жайын айтқан кезде, ол кісілер өзара түсініп, бұл соғыстан бас тартып, екі жақта отырған кезде түнде тынығуға жатады. Сонда әлгі бүлікшілердің кейбіреулері Хазіреті Али радиаллаху анху жақтан Хазіреті Айша анамыз жаққа оқ атады, Хазіреті Айша анамыз жақтан барып Хазіреті Али радиаллаху анхудың сарбаздарына қарай оқ атады. Сонда оянған түнде оқ жауып жатқан көрген, олар түнде біздерге шабуыл жасап кетті деп екі жақ шайқасқа кіріседі. Осылайша өкінішке орай көптеген мұсылмандардың опат болуына себеп болған Жамал оқиғасы соғысы болады. Жамал деп аталуының себебі, бұл жерде Хазіреті Айша анамыз түйенің үстінде болғандықтан Жамал соғысы деп, яғни түйе соғысы деп аталған еді. Тіпті Хазіреті Айша анамыздың отырған түйесінің үстіндегі күймеге көптеген садақ оқтарының қадалған соншалық кірпінің тікендеріндей болып қаптап кетеді. Соғыс Хазіреті Али радиаллаху анхудың жеңісімен аяқталады. Айша анамызды Хазіреті Али радиаллаху анхудың өзі түйенің ішінен құтқарып алып, Хазіреті Айша анамызды қауіпсіз жерге көшіреді. Өкінішке орай осылайша Жамал оқиғасы белең алған еді. Екінші Хазіреті Али радиаллаху анху кезіндегі тағы бір өте мұсылмандар үшін ауыр оқиға бұл Сыффын соғысы еді. Яғни Сыффын соғысы
бұл Хазіреті Али радиаллаху анху мен Хазіреті Муавия радиаллаху анхудың арасында болған түсініспеушілік еді. Бұл жерде Хазірет Муавия радиаллаху анху Шам қаласында Хазіреті Осман радиаллаху анхудың қанған болған көйлегін, яғни жейдесін мінберге ашып қойып, Хазірет Османның шалған саусақтарын асып қойып, біз халифамыздың өшін аламыз деп әскер жинап шығады. Хазірет Али радиаллаху анху да әскер жинап шығып, оларды тынышталдыруға келген кезде екі жақтан соғысқа шығады. Яғни соғыс болып, Хазіреті Али радиаллаху анху енді басымдылықтан жеңе берген кезде Амр ибн Астың айласымен Құранның парақтары найзаға шаншылып, найзада бізге Құран үкім етсін деп осындай айла жасайды. Сонда Хазірет Али радиаллаху анху бұл жасалған айла оған алданып қалмаңдар деп өз жақтастарын сарбаздан айтқанымен, өз жақтастарының ішінде санасы тар, ойлауы кем адамдар сен Құран кәрімге қарсы шығып тұрсың деп Хазірет Алидің өзіне қарсы шығып, осы жақтан бөлініп кетеді. Бұл бөлінгендер, яғни Хазірет Алиден бөлінгендер 12 мыңға жуық саны бар еді. Бұл атақты тура жолдан тайған харижиттер болатын еді. Осылайша бұлар Хазірет Али радиаллаху анхудан бөліседі. Бірақ бұл Құран біздерге үкім етсін деген мәселеге байланысты тахким, яғни хакем оқиғасында сахабалар мен Хазіреті Муавия мен Хазіреті Али радиаллаху анху мәмілеге келуге тырысқанымен, өкінішке орай мәселе одан ары ушығады. Хазірет Али радиаллаху анху мен Хазіреті Муавия радиаллаху анху бұл жерде соғыста екі жақта нәтижесі аяқталады. Өкінішке орай бірақ көптеген сахабалар мен көптеген мұсылмандардың опат болуына келіп соғады. Хазірет Али радиаллаху анху өзін қалады, яғни мұсылмандардың астанасын Мадинадан Куфаға жер аударған еді. Хазірет Али радиаллаху анху Куфаға, мұсылмандардың ислам мемлекетінің астанасын Куфа қаласына алып келеді. Бірақ Куфа қаласы Хазірет Алиді жақтаймыз, оған жақтас боламыз дегеніне қарамастан Хазірет Алиге шынайы берілген емес еді. Осы кезде Сыффын соғысында бөлім шыққан харижиттер 3 адамға бөлініп, біреуіміз Хазірет Муавияны өлтірейік, екіншіміз Амр ибн Асты өлтірейік, үшіншіміз Хазіреті Алиді өлтірейік, өйткені бұлар да діннен шықты деп 3 қастандық шығады. Сонда Муавияға барған әлгі жауыз Муавияның қорғаушылар тарапынан өлтіріледі. Муавияға ешқандай зиян келмейді. Ал енді Амр ибн Ас таң намазынан шығуға ауырып қалып, орнына басқа кісі келген кезде сол басқа кісіні жаралайды. Ал енді Хазірет Али радиаллаху анхуды Ибн Мульджам деген атақты харижит Хазіреті Али радиаллаху анхуды таң намазында пышақтап, оған қастандық жасайды. Соның нәтижесінде Хазірет Али радиаллаху анху шәһид болады. Хазіреті Али радиаллаху анху дүниеден өткеннен кейін Хазіреті Али радиаллаху анхудың жақтастары Хазірет Хасанға халифалыққа сөз береді. Алайда Хазірет Хасан сол кездегі жағдайларға қарай отырып, егер халифалық үшін тағы күресетін болса, мұсылмандардың қандары одан да қатты төгілетіндігіне көз жетіп, халифалықты Муавия ибн Абу Суфьянға береді. Осылайша мұсылмандардың басын біріктіріп, көптеген мұсылмандардың аманшылық болады. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хазірет Хасан кішкентай кезінде менің бұл балам болашақта мұсылмандардың басын бірігіп, мұсылмандардың қанын төгуден сақтайды деп айтқан хадисінің ақиқаты осы жерде орын алады. Алла тағала бұл мұсылман сахабаларды өз мейіріміне алып, біздерді иншалла жүзі жарық мұсылмандардан болуды Алла тағала нәсіп етсін.